Синандың өтірігі ашылады. Осылайша прокурор Доған Мелек Синан барлығын тұтқындайды. Чагла әпкесін үйіне кіргізіп, өзі Доғанмен бірге полиция бөлімшесіне аттанады. Бихрамды да Мелекті ұрлап кетті деген күдікпен тұтқындайды. Йилдиз дереу жетіп келеді. Ханджи оғлулар жаңалықтарды біліп, шокта отыр. Доғанды тез босатады, ал Синан мен Мелектен түсініктеме алады. Йилдиз Синаннан мұрагерлікті не үшін жасырдың деп ашуланады. Прокурорлар Синаннан Мелектен Бихрамды жеке-жеке тергейді. Нәтижесінде Мелек ағасы Синанның көмегімен қашып кетуге әрекет жасады деп ісін дереу сотқа өткізеді. Ал Синанды уақытша түрмеге жібереді. Чагла сотта Мелектің ісін қорғайды. Бірақ нәтижесіз, Мелекті әйелдер колониясына жібереді. Генджо мен Фираттың арасында шу шығады. Доған мен Чагла Мелектің артынан колонияға дейін бармақшы болады. Доған Бихрамның тез босатылғанына ашуланады. Йилдиз Ханджи оғлуларға іс жайында ақпарат береді. Оған қоса бүкіл мұра Доғанға қалғанында айтады. Бұл жаңалық Сифа мен әпкесіне ұнамайды. Мелектің тынысы тарылып, Доған оған дер арада көмектеседі. Доған сыртта қалады, ал Чагла Мелекті соңына дейін алып барады, әрі түрмеде сақ болуын айтып кеңестер береді. Мелекті түрмедегі көршілері аса қатты мейірімділікпен қарсы алмайды. Оған қоса оның әкесіні өлтірмекші болғанын біліп, одан да қатты жек көріп кетеді. Мелек бұл жерге шыдай ала ма екен? Доған қатты ашуланады. Тіпті Бихрамнан өш алғысы келеді. Оның осал түсін іздеп, отбасы, бауырларын іздеп бастайды. Мұны естіген Чагла шындығы ашылама деп қорқып бастады. Бихрам Генджоның көңілсіз отырғанын көріп, Мелекті ұнатып қалдым ба деп ашуланады. Шынымен де Генджо уже Мелекті жақсы көретіні барлығына белгілі. Йилдиз Доғанға жеке жайға келіп, отбасы мүшелерінің басында бол деп айтады. Мұнда Сифа мен әпкесі жаңа жоспар құрып отыр. Сифа тез арада Гүлшенмен жақсы қарым-қатынас орнатып, балалы болса бұл үйдегі орнынан айырылып қалмайды деп ойдауда. Чагла Бихрамды шақырып сөйлесіп жатыр. Бихрам Чагладан да күмәндануда. Доғанды жақсы көріп қалма деп ескертуде. Дәл сол кезде оларға сырттан шабуыл жасайды. Бұл кімдің адамдары екенін анық емес. Егер Доғанның адамы болса, Чагланың өтірігі ашылып қалған жоқ па? Оны келесі серияда білеміз. Каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Келесі көріскенше.